Сәлем достар. Бүгін біз 5 контактілі реленің жұмыс істеу принципі, құрылысы және оны қалай тексереміз. Осы сұрақтарға жауап іздейміз. Қалыпты жағдайда реле арқылы ток жүрмеген кезде мына 30-шы жылжымалы контакт 87-ші А контактісімен тұйықталып тұрады. Катушканың 85-86 контактілеріне біз плюс-минус қосатын болсақ, катушка магниттеледі де, осы жылжымалы 30-шы контактіні 87А контактісінен ажыратып, 87-ші контактімен қосады. Тізбек арқылы ток жүреді. Мына екі контакт шеткі бұл 85-86 контактілер. Мынау контакт жылжымалы 30-шы контакт. Ол ток жүрмеген кезде мына 87А контактісімен тұйықталып тұрады. Енді мына шеткі контакт бұл 87-ші контакт. Токты жүрген кезде осы 30-шы жылжымалы контакт 87-ші контактімен тұйықталады. Реленің құрылысы мынау катушкадан тұрады. Бұл жерде тағы да мына ортада жылжымалы 30-шы контакт, және де екі шетінде бізде 87А контактісі. Қазіргі кезде 87А контактісімен тұйықталып тұр. Ток жүрген кезде 87-ші контактімен тұйықталады. Ток жүрмей тұрған кезде бізде жылжымалы 30-ші контакт 87А контактісімен тұйықталып тұр. Егер ток жіберетін болсақ, мына ток жіберген кезде 87-ші контактімен 30-ші контакт тұйықталды. Қалыпты жағдайда 87А контактісімен тұйықталады. Мына осылай жұмыс істейді. Енді катушкаға параллельді мына диод жалғанады. Жанып тұрған диод параллель жалғанады катушкаға. Ол диод не үшін жалғанады? Бізді ток беріп ажыратқан кезде 50-60 вольт кернеу электр қозғаушы күштері болады. Ол автомобильдің электрондық жүйесін істен шығару мүмкін. Сол себепті мынау катушкаға параллель осы диод жалғанады. Мына осылай реле жұмыс істейді. Тоқты қостық, 87-ші контактімен тұйықталды. Тоқты ажырататын болсақ, 87А контактісімен тұйықталады. Реле катушкасына 85-86 контактілер аккумулятордан плюс және минус проводтарын жалғаймыз. Реле сыртылдайды. Бұл реленің жұмыс істеп тұрғанын білдіреді. Мультиметрді кедергі өлшеу режиміне келтіреміз. 200 Ом шамасына. Енді мынау реленің 85-86 катушка контактілеріне тегіземіз. Сол кезде бізде шамамен 90 Ом кедергі көрсетіп тұр. Егер кедергі 0-ге жақын шамада болса, онда реле бізде ақауы бар деген сөз. Мультиметрді дыбыс режиміне келтіреміз. Қалыпты жағдайда 30-ші контакт мен 87-ші контакт бізде тұйықталып тұрады. Осы екі контактіге шуптарды тегіземіз. Бізде мультиметр дыбысы шығып тұр. Бұл контактілердің тұйықталып тұрғанын білдіреді.
Енді 30 контакты мен 87 контактіге мультиметр шуптарын тигіземіз. Бізде ешқандай дыбыс шығып тұрған жоқ. Себебі тоқ бармай тұрған кезде бізде 30 контакты мен 87 контакт тұйықталмайды. Реленің 85 контактісіне мына минусовой проводты жалғадық. Ал енді 86 контактіге мына плюс проводты жалғаймыз. Бұл проводтар бізде аккумуляторға қосылып тұр. Мына мультиметрдің режимін дыбыс жағдайына қойдық. Тоқ келіп тұрған кезде 87 А контакты мен 30 контакт тұйықталмаған. Егер екінші шупты 87 контактіге апаратын болсақ, онда бізде дыбыс шығып тұр. Бұл бізде тоқ өткен кезде 30 контактіден 87-ге контакт бізде тұйықталады.